Ассалаумағалейкум, құрметті айтыс-сүйер ағайындар. Бүгінгі жыр мерекесіне қош келдіңіздер. Ұлттық домбыра күнімен баршаңызды құттықтаймыз. Бәрекелді. Шында, бүгінгі ұлттық домбыра күні құтты болсын. Бүгінгі ұлттық домбыра күніне бізден сыйлық десек болады. Айтыстың жаңа тынысы, жаңа форматта өтіп жатқан онлайн. Енді қазір айтыс тек қана офлайн форматта емес, сондай-ақ онлайнда қазір тарқатылып жатыр. Және бұл айтыстың ұйымдастырылуы, жүзеге асуы да бір қызық форматта жүзеге асты. Сондықтан алғашқы айтыстың ерекше форматтағы айтыстың алғашқы көрермендері болып жатқандарыңызбен шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Бұған дейін онлайн айтыс деген болған, ол карантин уақытында білесіздер, 2019 жылдары барлығымыз үйде жатқан кезде не істейтімізді білмей, Қызылорда мен Алматының ақыны, Алматы мен Астананың ақыны айтысқан, бірақ ол енді бейресми айтыс, үйде отырған, халат киіп отырған, май киіп отырған айтыс болатын. Міне ресми кәдімгідей демеушілер бар, көрермендері бар, ақындары бар, ресми тұңғыш онлайн айтыс әлеуметтік желіге келіп жатыр. Қазір өзі әлеуметтік желінің заманы, Instagram болсын, TikTok болсын, қарап отырсыздар, нарыққа әркім медиа әлемге өзінің контентін ұсынып жатыр. Барынша бейәдеп контенттер өте көп, біз оны айтыста да сынап айтып жатырмыз. Қазір боқтық араласпайтын ән кем деген, боқтық араласпайтын кино кем деген, оны сынап отыра бергеннен ештеңе шықпайды екен. Сондықтан осы әлеуметтік желіге қолына домбыра ұстаған ақындар жұлдыз болсын, әлеуметтік желіде ұлттық құндылықтарды біз де ұсынайық, оның көрермендері бар деп отырмыз, және оның дәлелі ретінде сіздер де келіп отырсыздар. Бұл айтыстың мәңгілік өнер екенін және өлмейтін дәлелдеп отыр. Сондықтан ұлттық өнердің құрметіне де бір қошемет көрсетіп қояйық. Бәрекелді Жандарбек аға, осы жерде сіз әдемі айтып кеттіңіз. Енді бұл айтысты ұйымдастыруда оңай болған жоқ, өздеріңіз куә болдыңыздар. Жалғаспен Айтбектің оқиғасы басталғаннан кейін осы айтысты ұйымдастырамыз деген мәселе туындады. Сол кезде енді бір адам ештеңе бітіре алмайды ғой. Көп түкірсе көл дейді, көптің көмегімен бітеді. Сондықтан осы айтысқа жәрдем берген, қолдап кеткен адамдарды айта кетейік. Бірінші осы айтыстың демеушісі, бұл осы айтыстан түлеп ұшқан Сат компаниясының басшысы, өздеріңіздің сүйікті қыздарыңыз. Сахнада бұрын ақындарға қандай шай ішіп отыратынымызды білмейтінбіз бұрын әйтеуір. Құйып берген шай ішіп кете беретін сол. Қазір ақындар су құйып тұрған кездерде болды ғой негізі. Міне Сат компаниясы осы айтыстың демеушісі, ақындарға ат шапанын бүгін дайындап отырған Айнұр Тұрсынбаева. Қазір осы айтысты тікелей эфирден Айнұр Тұрсынбаеваның да парақшасы көрсетіп отыр. Ол жерде 5 миллион оқырман бар екен білесіздер. Сондықтан алматылықтардан бөлек бұл айтысты Қазақстанның батысы да, шығысы да, оңтүстігі де, солтүстігі де көріп отыр. Сондай-ақ мына айтысқа енді түсірілім барысында ұлттық шоудың өзі, ұлттық өнердің өзі бір жетім қыздың тойындай болмасын. Бізде байқасақ көп жағдайда шетелдік контенттер керемет, заманауи технологиямен дамып, неше түрлі форматта өтеді. Айтыста неге сондай өтпеске, неге ақындарға осындай жарық қоймаймыз, неге ақындарға осындай сахна тауып бермейміз, неге мынандай заманауи техникаларды қоймаймыз деп, осындағы Алматы қаласы Луганский 19 көшесінің бойында орналасқан Алани дәмханасы осында кеткен барлық шығынды, техникалық шығынның барлығын Алани мейрамханасы көтеріп отыр. Міне Алани мейрамханасының басшысы Дархан Шонбай мырза осында келіп отыр. Алғыс білдіріп қояйық. Бәке, Алла разы болсын. Дархан мырза кеше ғана перзентті болды. Міне бау берік болсын деп қойыңыздар. Бәрекелді, және тағы да қосымша айта кетейік, осы айтысты өткіземіз деген кезде бірінші іздеген нәрсеміз, яғни қайда өткіземіз деген сұрақ болды. Сол кезде осы ғимаратты берген, мына ғимарат Алматы Централ деп аталады. Бұл жерде заманауи шоулар, стендаптардың барлығы осы жерде өтеді. Біз тек қана шоуларды емес, осы қазақи төл өнерді, қазақтың дәстүрінде насихаттауға бірінші біз атсалысайықшы деп олар бізге хабарласқан болатын. Сондықтан оларға да ерекше алғыс білдіреміз. Мына жаққа билетке сатып алып келіп жатқан кісілер болатын болса, бірден айтып қояйық. Бұл жаққа біздің жасаған рахметіміз ретінде сіздерден түскен қаражат, мұн жақтың да қаншама жұмыскерлері бар, техникасы бар, бізге жасап жатқан жағдайы бар, соның барлығы сіздерден түскен қаражат сол шығындарды өтеуге кетеді, Алла қаласа. Және екінші мәселе бар, осы ғимаратты тапқан кезде бізде интернет нашар екендігі белгілі болды. Енді сіздер келгенмен мынау бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпіріне айтысты қалай жеткіземіз деген мәселе туындаған кезде бізге Меганет компаниясы көмекке келді. Меганет компаниясы бүгінгі айтысты халыққа жеткізу үшін арнайы бүгінгі интернет орнатып, дәл қазіргі сәтте Қазақстанның түкпір-түкпіріне, бүкіл әлемге айтыстың сапалы экранда, сапалы видеомен, сапалы дыбыспен тарауына жағдай жасап жатыр. Сондықтан Меганетке де ұлттық өнерді қолдаған үшін бір рахмет айтып шапалақ ұрып қояйық кәнеге.
Одан кейінгі мәселе екі ақынның айтысында кім жеңгенін қалай анықтаймыз? Өйткені Жалғастың да жанкүйерлері бар, Айтбектің де жанкүйерлері бар деп біз осы мәселеге көп бас қатырдық. Өйткені өзіміз айтысқа қатысқан кезде көп жағдайда мәселе осы ақындарды бағалаудан туындайтын. Сондықтан біз мынау бірінші пилотный нұсқасы дейміз ғой енді. Қандай болса да осы ереже соңына дейін сақталып қалатын шығар деген ойдамыз. Айтысқа бір-ақ қазы қойдық. Ол кәсіби айтыскер ақын болсын дедік. Және біздің айтыста, үлкен айтыстарда білесіздер, көп қазылар 10 шақты, 20 шақты қазғайтын отырған кездері бар. 10, 9, 8 деген ұпайды көтереді де, ол ақын 10 ұпайды не үшін алғанын айтпай кетіп қалатын. Және 9 ұпайды не үшін қойған айтпай кетіп қалады. Ақындар да кейде анау менен несімен басым түсті, мен түсінбедім деп айтыстан кейін дау туындайтын. Сондықтан бүгін бір-ақ қазы болады. Ол кәсіби айтыскер ақын Талант Арғынғали ағамыз. Бұл кісінің де бүгінгі мойнындағы жауапкершілігі өте ауыр. Сіздер рахаттанып айтыс көріп отырсаңыздар, бұл кісі айтыстың соңына дейін қай ақын қай жерден ұтты, қай ақынның шабуылы болды, қай ақынның жауабы орынды болды, қай ақын уәжден ұтты деген нәрсені осы кісі дәптеріне, қағазына жазып, айтыс біткеннен кейін сіздерге өзі талдап түсіндіріп, жеңісті осы кісі анықтайды. Солай емес пе? Дәл солай. Көп жағдайда негізі айтысты көріп жүрген көрермендер бар, негізі толық білмейтін көрермендер бар. Көп жағдайда айтысты қалай бағалайтындығын түсінбей жатады. Айтыстың енді кез келген нәрседе ереже болады. Бокста мысалы беттен тигізу деген сияқты өзінің бір ұпайлары бар ғой. Сол сияқты айтыстағы негізгі шарт уәжге уәжбен жауап беру. Көп жағдайда 6 қазы, 7 қазы болған кезде бір адамдар енді өздерінің дұрыс бағаламай жатса, кімнің дұрыс бағаламай қалғанын анықтау қиын. Өйткені көптің ішінде кетіп қалады. Әйтеуір анау 9 қойыпты, мынау болып кетіп қала береді ғой. Бір адам болса, өйту қиын болады. Сондықтан арнайы халықтан жауапкершілікті бір адамның мойнына ілейік. Көпшілікке, көп адам көп қазыға қарсы шығу қиын болғанмен, бір қазыға қарсы шығу қиын емес қой. Сондықтан әділетті болады деген оймен жалғыз өзін қинап талант ағаны алып келдік. Нағыз талантты анықтайтын талант болады деген ойдамыз. Сіздер жәрдем беріп қолдап отырыңыздар. Бұл кісінің жұмысы оңай емес. Енді айтысты бастамас бұрын бір белгілі бір дәстүрге бой берсек деп жатырмыз, яғни дәстүрге жол берсек деп жатырмыз. Өзі айтыс деген нәрсе қазақтың тарихында ешқашан жоғалмаған. Тіпті соғыстың кезінде 1943 жылы қайнаған соғыс болып жатқан кезде осы Алматы қаласында республикалық айтыс өткен екен. Сол кезде сол айтыстың басында ең алғашқы айтысты ашуды Жамбыл Жабаевқа ұсынған. Сол Жамбыл атамыз ол кезде ол кісі 98-де ма? 43 жылы 98-де ғой, 98-дегі Жамбыл атамыз Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің деген арнаумен айтысты бастаған екен. Содан бері бүкіл айтыстарды осы арнаумен бастау белгілі бір деңгейде дәстүр болып қалды. Өзіміз қанша айтысқа қатыссақ, сонша рет осы арнауды тыңдаған болатынбыз. Бүгін де сол дәстүрден жаңылмай, осы Жамбыл атамыздың арнауымен бүгінгі айтысты бастасақ деп отырмыз. Ол үшін арнайы Алатау театрының өкілі, мына балалардың арнауынан кейін бұйыртса ақын балалары да ақын балалар келіп отыр екен. Балаларын жылаған білдірмей кейде өздеріңіз қиқулап жіберіп отырыңыздар, құрметті ағайын. Баяғыда мынау айтыскер ақын Шынберген Сүлейменов айтқан, біреудің баласы жыласа басым ауырады, өзім балам жыласа жүрегім ауырады деп. Сол сияқты мына балалар жылап жатса, оны білдірмей, бәріміз жылап, кім жылаған байқалмай қалсын. Қиқулап жіберейік. Қазір енді шақырайық. Уатқан шаттық Алатау театрының әртісі, атақты әнші, термеші Уатқан шаттық бауырымыз ортаға шақырамыз. Мінекей. Микрофондарды стойкамен қойып бересіздер ме? Ұстап тұрамыз ба, әлде ол қалай болады? Стойка, иә, міне, стойка бар ғой. Или отыра салайын. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі ардақты ағайын, құрметті айтыскер қауым. Екі ақынға сәттілік тілейміз. Енді сіздердің құрметтеріңізге Жамбыл атамның ақындарға арнауын орындап берейін, басында жыр бастауымен. Бисмилла деп бастайын, жаратқан Құдай бермедет. Бисмилла деп бастайын, жаратқан Құдай бермедет. Тарихтан тартып сөйлейін. Бисмилла деп бастайын, жаратқан Құдай бермедет.
Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен бал тамған жақындарым келіпсің. Ертес еділ ілесір бас қосқалы келіпсің. Жүрген жері думан жер, сендер елге көріксің. Шаршы топта төгілген сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінген өздеріңді сағындым. Алтын Орда төрінен қолымды алып көріскен сәлем осы ай жамбылден. Жат алмадым тұншығып сендер келді дегенде, бір отырдым бір шығып белең қағып өлеңге. Мұндайды бір жарыста кім қозбайды намысқа, көтермекші боп келдім ақындарым ғарышқа. Жүйрік бұлар ма, шаршы төске сермемей, қыран бұлар ма, тас қияға өрлемей, жорға бұлар ма, төрт аяғы тайпалмай, батыр бұлар ма, қалыңда жауды қайтармай, ақын бұлар ма, арқа қызып ән салмай, жиылған көп қалайық, сөзіме үйіп тамсанбай. Сүйімбаймен қатаған, қар өлеңді матаған, атын жаттап балалар әлі де күнге атаған. Кеншімбай мен Нұрымбай өлең жырдың орындай, көріндеді туралы керуеннің көшкен жолындай. Қолмамбет құлыншақ, Айгөт сарбас қуандық, бұлдырайды туғысап, көңілімізді құмартып, шөжеменен кемпірбай өлең жырдың жұртындай. Біз солардың өрені көк дабылдай ұратып, сөз бастандар келелі, елге лайық елің бар, жерге лайық жерің бар, төрің тұлған түлекке ұлан байтақ жерің бар, айдын шалқар көлің бар, жаз қонысың жайлау, қыс қонысың соның бар. Осыларды жырлайтын ақындарым жөнің бар. Артайгенен Нұрлыбек, Маясар қуат Жақсыбай өлең жырды дүрілдет, сөз өріңнің күшінен жау жүрегі түршіксін. Жырларымды естіген дос құмардан бір шықсын. Бүгінгі айтысқа бірнеше қонақтарымыз келіп отыр. Алаштың айтулы ақыны біздің ұстазымыз Балғынбек Имашев та мінекей өзінің жас ақындарды шәкірттерін қолдап келіп отыр. Тағы кімді көріп тұрсың сырым? Сенің көзің менен гөрі ашық қой кішкене. Енді бағынан бері ауыз ашық дей ма? Бүкіл ашық нәрсенің бәрі менде ғой негізі. Енді мен сол көзге түсе бермейтіндерден бастайын. Ана жақта бізде Рабиға деген ұстазымыз отыр мысалы. Ай бәрекелді. Танитындар бар. Әйелдер қауымы жақсы таниды. Сондай-ақ кәсіпкер Қайша Керей де біздің қатарымызда. Қайша Керей өзінің анасын алып келіп отыр мінекей. Анасын алып келді мінекей. Бүгінгі айтысқа Айнұр Тұрсынбаева демеуші болып отыр. Келесі айтысқа Қайша Керей демеуші болады деп үміттеміз. Одан кейін сөйлесеміз өзімізде. Одан кейін айтыскер ақын Қанат Мырзахан осында. Шынарбек деген ақын отыр қазір. Қасында Шынарбек деген қазір айтысқа шығып жүр, жас ақын мінекей. Күміс домбыраның күміс жүлдегері ме сондай. Бәрекелді. Тағы кім бар? Қазір өзі қарапайым халықтан танымал адам көп заман ғой. Аяулым бар дейді. Аяулым Жұмабек қызы Аяулым мінекей. Жұмабек қызы. Бәрі айтыскер ақындар. Осы жобаны қолдап келіп отырған. Асхат Ислеу келді деп естіп жатырмыз бұл жерде. Мұхтар деген ақын отыр мінекей. Блогер. Мен естуімше одан кейін Айтбектің ата-анасы да келді деп отыр, Айтбекті қолдап бар ма? Оны Айтбектің өзі білмейді дейді. Айтбектің өзі білмейді дейді. Баласы атқа шапса, ата-анасы тақым қысады ғой енді. Мінекей. Тақымды жақын жерден қысқан енді кішкене қиындау болады ғой. Алыстан қысқан кішкене жеңілдеу ғой. Сонымен дайынбыз ба, бастаймыз ба айтысты? Бастайық дейік. Енді айтыстың ережесін жалпы енді қарапайым халыққа, қазаққа түсіндірудің қажеті жоқ, бірақ негізі біліп тұрсыздар ғой, қазір қалай бағаланатынын ертең әйтеуір дау шу болып кетпеу үшін уәжбен бағаланады деген нәрсені айттық. Онда ақындарды ортаға шақырайық. Бірінші қайсысын шақырамыз өзі? Бірінші Жамбыл ауданынан келген, осы айтыстың өтуіне негізгі себепкер болған қойшы ақын Жалғас Садыр. Жамбыл ауданы. Жамбыл ауданы бар ма? Мінекей
мінекей ауданның шапалағы оңай емес. Бәрекелді. Бәрекелді. Жамбыл ауданының шапалағы оңай емес, Жамбыл облысының шапалағы қандай болатынын көрейік енді. Жамбыл облысынан келіп тұрған осы қазір біздің жалғас жақтырмаса да, бірақ TikTokта жұлдыз болып, Қазақстанда қазір белгілі бір деңгейде әртүрлі бағдарламаларға қатысып танылып үлгеріп қалған тәжірибелі ақын Айтбек Торсынбай. Екі ақынға да бір құрмет, қошемет көрсетіп қояқшы бөліп жармай. Рахмет. Енді айтыс, айғайлап отыр ма? Екі ақынға да бұл әдеттегідей бір 10-15 минутта бітіп қалатын айтыс емес, ұзындарған кең сомен жіберейін деп тұрмыз. Енді аяқ астынан айтыс осы жерден бітті, бір ақын нокаутқа түсті, осы жерден тоқтау керек, сөзге тоқтау керек деп қазылар өздері тоқтатпаса, екі ақынды енді біз жібердік тізгін. Ал ақындарға Алла жар болсын, тікелей эфирде бүкіл Қазақстан көріп отыр. Алла абырой берсін деп қояйық. Амин. Bir mikrofon döşere salsın Rüşnay. Hövde! Көрдік міне доданы, болғанынан айтыстың, қызық болды болары. Әлеуметтік желіде біреулер бізді мақтады, біреулер бізді боқтады. Жағаласып солармен сырымда аузын жаппады, Жандарбекте жатпады. Оу қайдасыңдар ағайын, ұзын ағаш алматы, жүректе қалған мәңгаты. Одан да былай қонайық, қонайықпа қонайық. Қапшағайдан өтейін, Жетісуға жетейін. Жетісуда туылған азаматтың талай атпалы. Одан да әрі барайын, одан әрі абайым. Тектінің туған талайын, одан да бұлай өскемен. Ешкімнің жолын кеспеген, арайлап атқан ақтаңы. Одан бұл Қарағанды тағы бар, Қарағандыда туылған адамдардың бағы бар. Одан бұлай Ұлытау, жезіңізде табылар, мысыңызда табылар. Одан бұлай Қостанай, Қостанайда бар досталай. Петропавл мен Павлодар, жырларым оған арналар. Көкшетау менен Астана, бәйгеден озған аттары. Одан бұлай Батысым, Батысымның тағы бар. Орал менен Ақтөбе, Атырау менен Ақтау. Одан да бері Қызылорда салт дәстүрді сақтады. Одан да бері келейін Түркістан менен Шымкентім, жеміс жидек татқаны, өсіреді мақтаны. Одан да бері Таразым, Таразыма келейін, есігінен енейін. Әулиетаның да көп малы,
ақындарға әрқашан айқара ашқан қақпаны. Айналайын қазағым, бүгін мені қолдасаң, табан асты жалғастың осы болды тапқаны бай. Ал енді айтысымыз мәнді болсын, халыққа рух берердей нәрлі болсын. Онлайн тегін айтыс жасап жатыр, ағайын бұл шараны заңды дерсің. Дархан ағам дархандық танытыпты. Елді ойлаған шоңбайды арлы дерсің. Бұл айтысты айтысқа демеу берген бұл алани. Алматыда бәрінің алды болсын. Ағайын аямай бір қолыңды соқ, өтіп жатқан салтанат сәнді болсын. Ақындардың айтатын өлеңі де аланидің асындай дәмді болсын. Ауылда өскен ұлым мылтық атып, ауылдың іші де құт, сырты да құт. Ассалаумағалейкум малталашым, кетпесін жүздеріңнен күлкі бақыт. Бәрекелді балам деп қолдап отсаң, төгейін құлын жырды шұрқыратып. Қар өлеңнің қамшысын қолым алып, қуайын айтбегіңді тырқыратып. Қаланың баласы мен қағысайын, даланың жусан исен бұрқыратып. Айтбегім аманбысың қайып қуған, айтпағанды айтты деп айып қылған. Қырамын жоямын деп шақырып ап, шақырған жерге барса тайып тұрған. Жанкөрлерін жалғасқа қарсы қойып, әлеуметтік желіде лайк жиған. Стримға шығып ап стресс боп, Инстаграмда күн сайын лайф қылған. Тойдан тапқан табысын місе тұтпай, көрерменге көз жасын жайық қылған. Әркімнен бір подарка тілеп сұрап, тиктоктың тиынына байыптың ғана. Тикток сен расында бай қылсын ба? Инстаграм екі ұртыңды май қылсын ба? Тойдан қолы тимейтін адам едің. Айтбекжан, мына жақта жай жүрсің ба? Өткенде пікірімді айтып едім, жалғас сені жолыңнан тайдырсын ба? Маймыл деген сөзімді қағып алып, мені қосып жібердің қайбір шуға. Өз-өзіңнен назданып өкпеледің, сен өзі Айтбексің ба, Айгүлсің ба? Артынан айғырланып шыға келдің, жалғас бірақ оныңа қайғырсын ба? Үйтемін, бүйтемін деп азынадың, абыройдан адам жай айрылсын ба? Енді міне жолықтық сақынада, байқайық шығарыңды қайбір шыңға. Ал ендеше кеңінен көсіле бер, көрейік айғырсың ба, маймылсың ба, вай. Бісміллә болсын сөзім ойымдара, дайынмын сүрегеде қайымға да. Уағалейкум әссәләм жалғас шайыр, екеумізді күтті ел сайын дала.
Айтбекті тырқыратып қуайын деп белгілі болып қалды жайың бала. Қолыңнан келетіннің бәрін жаса, дүбірге өзіңді өзің дайындада. Айтыс деген бәйгесі ақындардың ақиқат жол мойындама. Ей, сен мені қуып жүрмін деп ойлай бер, мен саған жеткізбеймін уайымдама. Қырандай зеңгір көкте самғағандар, әділдік ақ жолынан танбағандар. Ассалаумағалейкум, қош келдіңдер, намысты, рухты, мықты арладамдар. Жалғас деп, Айтбек деп, жанкүйер боп, жиналған жақсы жайсаң залға жандар. Осы айтысты онлайн көреміз деп, қолына телефонын қармағандар. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, хат жазып бізге сәлем жолдағандар. Негізі нағыз қазақ сіздер, уақытын ақындарға арнағандар. Дәл қазір миллион эфир қосылса да, ішінен төл өнерді таңдағандар. Ей, ақындардың уайымдап татулығын, атамұра айтысты қолдағандар. Сұлу сөзге танытып сараңдықты, садырлы көңілді алаңғыпты. Көрейік маймылсың ба, айғырсың ба деген сөзі ұнамады маған тіпті. Хайуан мал болудан сақтанайық, жақсы сөйле, шақырма жамандықты. Көрермен көрікті айтыс күтіп отыр, алға қарай басайық қадам құтты. Анамның құрсағында Алла жазған, маңдайға ақын деген мамандықты. Айтысыма дәлелдеп адалдықты, көрсетем ағалықты, адамдықты. Эфирде маймыл менен жиған итсан деп маған құрып кепсің сценарий итсән. Тиктоктағы ақындар маймылдар деп бұрқ етті аяқ асты революцияң. Көкекте өз атыңды айтқызды ғой, Дарвиннен қалып кеткен эволюцияң. Адамдар топырақтан жаралған деп жазылған Құранда да иман ихсан. Жалғашан сабырлы бол, салмақты бол. Абайда мол ғибрат бар, сыйлап ұқсаң. Ақыл дос ақылдыға иман парыз, ашу дұшпан келтірер миға нұқсан. Қазақтың маймыл десең өз баласын, өмірге қисық екен көз қарасың. Қал емес, мен де ауылдың баласымын, сүйетін туған ауыл өз даласын. Жоқ әлде желкеңізге жал бітті ме, қойларың биыл жақсы қоздағасын. Тиктокқа ақиқатты айтып кірдім, көкірегім қыл қобыздай боздағасын. Мен сен үшін маймыл боп көрінсемде, сен мен үшін дара боссың, боздарасың. Бар қазақты сүйемін бауырым деп, әр қазақты сыйлаймын жалғызым деп, ешқашан түсірмеймін сөз бағасын. Шулатып алталаштың атырабын, шамданып неге сонша шатынадың? 3 жыл бұрын тиктокта парақша ашып, 2 жыл сырттай ғана бақыладым. Эфирден көрдім сонда көп жандарды, қарт пен жас оқымаған оқығанын. Блогердің көрдім ғой сан түрлісін, дұрыс бұрыс ақылды ақымағын.
намыссыз арсыздарды көрген кезде қоғамның айтқым келді батыл әнін. Содан соң домбырамен эфир аштым, ешкімнің жеген жоқпын ақыларын. Қысқасы боқтамаймын, оттамаймын, жын ойнақтың айтпаймын жатыранын. Дәстүрлі әнші, жыршы, термешімен елге концерт беруді қатырамын. Онлайн айтыс жасап ақындармен өлеңнің балғымызын сапырамын. Салт дәстүр, елім, жерім, тілім дойлап, қазақ болса деп ақырамын. Жырлайтұғын саналы адамдар бар, тыңдайтұғын сапалы адамдар бар. Рейтингте жоғары сатыдамын. Көрермен разы болып сыйлық берсе алмаймын деп неге бас қатырамын. Ондай қатты бай болып көргенім жоқ, шүкір Алла жарлы болып өлгенім жоқ. Оған неге төгілді запыраның. Байдың асын қызғанған байқұс құсап, дедің бе соны айтып отырамын. Жұрт назарын жақсылыққа бұру керек, керісінше өнерпаздар кіру керек. Тиктоктың түзеу үшін ахуалын. Эфирге енбейсің бе, енесің бе, шыныңдай келмейсің бе, келесің бе, жастарға үлгі болып атыңа мін. Көшін алға сүйрейік, қазақтықтың кешікпей ел, сені де шақырамын. Ау, мен сені ақын десем бағы басым. Қайта сөзіңнен жаңыласың. Қол алысып арқадан қағар десем, одан ары күшеніп қағынасың. Мынауың сау адамның сөз емес қой. Бұл дертіңнен сен қашан сауығасың. Мені дағы тиктокқа шақырам деп, жалғыз жүрген адамдай жабығасың. Қазақтан подарок сұрап жүр алмаймын, қазақылық бойыма дарығасын. Керісінше менімен ауылға жүр, жал жая жеп жан дүниең жадырасын. Шалғы менен шөп шауып, мая жасап, шал кемпірдің заңына бағынасың. Ешқандай қайыпсыз-ақ, лайықсыз-ақ, ел жұртыңа еңбекпен таныласың. Құдай бізге ақындық өнер берді, өлеңнің түсінсін деп мағынасын. Құдайдың берген сыйын бағаласай, тиктоктың подаркысын нәғыласың. Ай, сөздерің емес екен мүлде құнды, құнсыз сөз түсіреді бұл көңілді. Сен болсаң айтып тұрсың, мен болсам айтып тұрмын көргенімді, сен болсаң айтып тұрсың білгеніңді. Мен де ауылдың баласымын дек қоясың, білесің қайда қалай түрленуді. Ауылдың баласымын дегеніңмен ауылға үлесің жоқ бүрге құрлы. Ауылдың ұлымын деп айтпай-ақ қой, ауылда өткізбесең күндеріңді, ауылда өткізбесең түндеріңді. Мына халық айтпай-ақ танып отыр, ауылда туып өскен іргел ұлды. Әлеуметтік желіде жүрген ұл мен желіге құлын байлап жүрген ұлды. Сондықтан біз екеуміз төтелейік, жүрмесін аға кейіп, көке кейіп.
шын ойнаққа жол көрсетіп жүрмін дейсің, оныңды біз қалайша қате дейік. Шынында жол көрсетіп жүрген болсаң, айыңды күніңді де әперейік. Соның бәрін ауылға шақырып кел, біз оларды еңбекке жетелейік. Тиктоктың рейтингін көтергенше, ауылдың дәрежесін көтерейік. Ау, мен эфирге шақырып жыр арнайсың, бәлкім сен бір арбайсың, мың арбайсың. Тиктогыңа кірмеймін деген болсам, ренжіп деп жүрмеші тіл алмайсың. Ауыл жақта интернет ұстамайды, он ауылда тұрмасаң біле алмайсың. Төбесіне шықпасаң бір жотаның қайта-қайта эфирге шыға алмайсың. Экраның сурет боп қатық балады, сол жағынан қуанып, мұңайып қуанбайсың. Осыны неге реттеп бермейді екен? Айтыңдар, жауаптысың, бұған қайсың? Осыны сендер неге айтпайсыңдар? Әшейінде шындық деп ұрандайсың. Бұл күні етсіз өмір сүрсең дағы білесің, сетсіз өмір сүре алмайсың. Себебін түсіндің бе, Айтбек ақын? Бұл жағынан боп тұрмыз жылардайшын. Айына 10 мың теңге тариф төлеп, 10 минутқа дұрыстап кір алмайсың. Ау, жұлдызына жолықтым желілердің, айтысуға несіне ерінермін. Өткенде парақшаңды қарап едім, білесің бе ол жақта нені көрдім. Атақты асабаңыз мен болам деп, сол жақта жайлап апсың төрін елдің. Видеода бір келіннің бетін ашып, өсиет айтып түсіндірдің жөнін елдің. Бәрінен де аяғы қызық болды, микрофонды ұстап бері келдің. 820-шы жас келіннің бетін ашып тұрмын деп тебірендің. Ұстанған ұстанымың қызық екен, мен түгіл таңғалдырдың көбін елдің. Әнін айтып бет ашып жүрме десем, келіннің санын айтып емірендің. Табақтағы ақшаны тағы санап, бір түрлі болып қалды көңіл елдің. Өзіңше дәстүр қылып алыпсың ғой, дәстүрде жоқ нәрсесін серілердің. Мал санаған қазақты көруші едім, келіннің санын айтқан сені көрдім. Миымды ашыттың ғой отырағап, ақылың артық болса басыңа жақ. Сыйлық сұрап жүрсің деп эфиріңде сөйлеп отыр жалғастай батыр ағат. Ақындар сый құрметтен кендемес қой, қалайша айтпегенді қапы қалады. Әрине құрметі елге артып тұрғаннан соң ғалымның өлмей өшпей хаты қалады. Атқа мінген жігітпін топта жүрген, ер деген елдің ертең, ел деген ердің ертең аты қалады. Сыйлық сұрап жүргем жоқ, жала жаппа, әр айтқан сөз мұқият бақыланады. Сұратпай-ақ өздері сыйлап жүр ғой, сыйлықты да сыйы бар ақын алады. Ауылдың қуып өштің, қазын көпкін, салмақты мақамыңмен сазын төктің. Біресе ақын, біресе қойшымын деп бауырым барасың ау, әзілдептім. Ақын батыр ауған соғыс ардагері, аңызына айналған қазір көптің.
ақынмын деп мақтанба інісімін, кешегі жаңғұлиып әзімбектің. Қойшымын деп шіренбе таңғалмаймын, дерегіңді келсеңде әзірлептің. Ей, бас шопан социалистік еңбек ері, жерлесімін Қуанышбай Жазылбектің. Ей, болмайтын әңгімеге сенесіңдер, сонда сендер кімдерге ересіңдер? Ауыл менен қала деп қайта-қайта бауырым неге бөле бересіңдер? Күннің көзін көрсетпей қабырғалар, қалада бойыңда аз сабырғалар. Қазақтығың сезілсін, азаттығың, тыныштық керек болса ауылға бар. Алыстағы ауылда, кең далада жабырқап таппай жүрсең ем жараңа. Ұмытасың мұңыңды, мәселеңді, ғажайып көргің келсе кел қалаға. Ауыл қалың қазақтың шаңырағы, ырыс құт бақ береке табылады. Қала өнер білімнің ақ ордасы, талантты дарындылар танылады. Бөлініп таласпаңдар, дамылдаңдар, жердің үстін жақсы деп қабылдаңдар. Ауыл деуге келетін қалалар бар, қала деуге келетін ауылдар бар. Ажыратып айтайын ақ қарасын, қайда тусаң сол жермен мақтанасың. Ей, қалалықтар ауылды жек көрмесін, ауылдықтар қаланы даттамасын. Бір тойына шақырса дос ағайыным, берілер батасымен қоса бәйгім. Келінді жіпке тізіп санайсың деп айтқан әзіл сөзіңді кешамаймын. Өзімдікін есептеп жүргеніммен өзгеге есеп қисап жасамаймын. Сен құсап бір атар қой бақпасам да, той томалақ дегеннен босамаймын. Нәпақа тапқан жұмыс сол болған соң, өзімнің қолымды өзім кесамаймын. Түсінбей таңғалатын түгі жоқ қой, қылығы қызық деме осы ағайдың. Ей, беріп жатқан айтыстың жүлдесі жоқ, бет ашарды санамай не санаймын. Алашахан атанғалы, беташар дәстүр қазақ атандағы. Беташар ақмаңдайлы ару қыздың ақжаулық тағып келін атанғаны. Ей, негізі қыздар шайды құюшы еді, сырымның біреу келді сақал бары. Беташар ақмаңдайлы ару қыздың ақжаулық тағып келін атанғаны. Беташар келген жермен таныстыру, айтылар жер өсиет мақал бәрі. Беташар ақ келіннің сәлем жасап, жиылған дүйім жұрттан баталғаны. Осылай болғанымен ескі заман, адасып жолға түстай көш бұралаң. Бұл күні заманауи беташар деп ертеңін ойламай жүр ешбір адам. Нағыз қазақ домбырам есікте қап, есіріп төрге шықтау естірадаң. Әдебиет тарихты оқып қатырмаған, әркім бір бет ашып жүр бақылдаған. 3 сәлем 5 сәлем деп ақша жинап елге салмақ салмайды ақылды адам. Ей, сәлем деген ешқашан сатылмаған, сатылса келгені ғой ақыр заман. Қазақтықтың жүрмесең қалпыменен, өзгеден бола алмайсың артық өрен. Той бастаған жігіттер түзеліңдер, тыңда ақыл болмасаң жалпы керең. Салт дәстүрдің тұнығын лайламайық, ел болам десек әйдік даңқыменен. Ей, хан тарихта қалады қалқыменен, халық қалады дәстүрі салтыменен. Жалғасау. Жалғасау, отынсың ба, оттықсың ба, тыныш жүрсең айтпек кеп соқтықсың ба? Электрик болыпсың баяғыда, сөйтіп сен абыройды жоқ қыпсың да. Ей, жұмыста жүрген кезде тоққа түстің, сау адам өз-өзіне тоқсықсың ба?
Есіңді жиғаннан соң есің шығып жаңа қызмет таптым деп жеттің шыңға. Бұл содан соң кетіпті газон егіп, тоқтықпаған жас бала көк тоқсын ба. Ақыры еккен газон шықпай қапты, жалғас жүрген жерлерге шөп шықсын ба. Жалғас жүрген жерлерге шөп шықпайды, шөп шықса да аш шығады, көп шықпайды. Көрейік өжетсің ба, өткірсің ба. Жалғас енді Айтбекке бет бұрсында. Сені қазір ұстаз әрі қойшы дейді, қора мен дода көрген тек тұлсың ба. Өзің мұнда қойың қазір қайда екен? Айтбек бір әзілге сеп қылсында. Қойларын уайымдайтын жалғас жоқ қой, ақша керек сияқты тек құрсынға. Сен мұнда айтысы ба отырғанда, қойыңды ұры қары жеп тынсын ба. Шәкірттеріңді айтысқа әкелмепсің, бүйтсең олар өнерге бет бұрсын ба. Қамшы беріп жоқ әлде, қойларыңды балаларға күзеттіріп кеп тұрсың ба. Кіргеніміз керемет сарай боп ед, қарсыласын бір түрлі қарай береді. Сырым жаңа шай құйып кетіп еді, ол да болса біз үшін талай көмек. Сырымжан мына маған шай құя бер, Айтбекке гориллада жарай береді. Ай жігіттің сен боп тұрсың сөзі бары, жетпепті көп нәрсеге көзің әлі. Қойларыңды кімдерге тапсырдың деп, отырсың ескі сөзді езіп әлі. Бауырым кешкі сағат 9 болды, бұл нағыз қойғамаудың өзі уағы. Жазылбектің інісі болсаң дағы соны білмей отсын ғой өзің әлі. Сондықтан алаңдама қорада тұр, жалғастың қойлары мен қозылағы. Ертеңге дейін тәртіп бұзбайды олар, айтысты отырсақ та созы бәрі. Айтқанынан шықпайды бұл жалғастың, малдарым сенен көрі сөз ұғады вай. Ал мен сенің болмасам да бақталасың, берейін өнеріңнің нақ бағасын. Қасында мал бағысқан адам құсап, Жазылбек баққан малмен мақтанасың. Еңбегін шопандардың жамылмаңыз, шопандардың азабын тартпағасын. Ақ боранда жоқ іздеп атқа мініп, қырбасында жаурап жатпағасын. Ұят қой қойшын айтып ысқырғаның, тым құрыса бес ешкі бақпағасын. Ап өлеңді тапқаны мен өрең жылдам, сол өлең абыройыңды төмен қылған. Бір кездері электрик болыпсың деп, сырымда көмек берді-ау жедел жылдам. Бір кездері электрик болыпсың деп, сол меді ішіңізді шемен қылған. Электрик қызметін жасап жүрсем, халыққа энергиямды берем жылдам. Қалада газон ексем не болыпты? Түтін басқан далаңа себермін дән.
Электрик әрі малшы, әрі ақынмын. Жігітпін 8 қырлы өнер қуған. Тоқтыңда, тоқтыныңда тілін білем. Құдайым өзі мені шебер қылған. Сен болсаң жүрген жерге шөп шықпайды деп. Жасағың келіп отыр менен құрбан. Ұлабай айтқан ақын сен боп тұрсың. Шөпті де шөнгені де өлең қылған. Ал мен өзім ұзынағаштың тұрғынымын. Сайраған майтөбенің бұлбұлымын. Тоққа түсіп жұмыстан кетіпсің деп, ақымақ қылғың келеді кімді бүгін. Басымнан ондай жағдай өткен емес. Болмай тұр бұл сөзіңнің шындығы дым. Жалған сөз ер жігітке жараспайды. Халыққа жағар мекен бұл қылығың. Тоққа түскен түгім жоқ айналайын. Қазақтың топқа түскен дүлдүлімін Ай айналайын Айтбекжан, айналайын Айтбекжан. Төртелі қақпақ қояйын, ауызыңа екеліп. Айтыста жүлде жоқ демей, қанағат қылсаң нетеді. Саған көлік мінгізді Ұлабайдың мекені. Айтыста талай ат берген, конвертке сап берген. Ұмытпаңыз тағы да жүрсін Ерман көкені. Кеңес берсем тыңдаңыз, өлеңді кәсіп қылмаңыз. Жігіт болсаң жетелі. Дүние қуып лаңдатсаң, жағыңды сауып жан бақсаң, 5 күндік бұл өмір берекесіз өтеді. Осы сөзім жөндеп біл, кәсіп жасап еңбек қыл, ахахаумен жиған мал охохаумен кетеді Ау әріптерін білсең де әліппенің, неліктен шашылып жүр әріптерің. Қара жұмыс қып жүрсем қара тер боп, еңбегімді қолдайды халық менің. Ал сен өзің журналист емес бедің, ол рас менен гөрі данық дедің. Журфакта тілші деген мамандықты 4 жылдай оқығансың анық тегін. Кейін бірақ қызметтен көрмедік қой, дипломыңды сандыққа салып бедің. Тілшілердің азсынып жалақысын ақшасы көп жерлерге шауып бедің. Сен секілді маманнан қорқу керек. Еліңе жүрмеген соң тамып терің. Өзіңнің мамандығың жайында қап, мүлде басқа мамандықты дәріптедің. Қашан көрсем тиктокта отырасың, ол жаққа да пайда үшін барып бедің. Әркімге өлең айтып ән арнайсың, тарысы піскен жерге тауық бедің. Өзіңнің қызметіңді түзеп алмай, жұмысыма тисесің неғып менің. Бұл қалай түсінбедім Айтбек ақын. Сөзіме жауап берші анық менің. Сен сонда 4 жыл оқып, дипломды тиктокқа кіру үшін алып бедің. Қазақтың мәз боп отса қалың елі, ақындарың жігерін жанып еді. Айтбекке гориллада жетеді деп жалғасың болмас әнге салып еді. Ей қымыз ішкен ауылдың баласымын, бойыма сондай дарын дарып еді. Айран ішкен ауылдың баласымын, ауылдастар біледі бәрі мені. Ей бойымдағы қазақылық бұл тәрбием,
аталар өсиетінен қалып еді, ал енді ақындығы мәке қаны анамның ақ сүтімен дарып еді, дарып еді болған мен бұл айтыста тілеуім сен, біраз өксейді екенсің бір егілсең. Сенен көрі малдарым сөз түсінет деп айтатын жалғасшаң кім едің сен? Төрт түліктен түкті де үйренбепсің, оны білсең көңілге күле көшең. Қойдай момындығыңды көрмедік қой, қит етсе үлкендерге тірелушең. Жылқы мінез дегенді басқаша ойлап, ағаңның жүн қылмашы жібегін сен. Тектілігін бойына дарытарсың, тұлпарыңды тағалап міне жүрсең. Сыйырғана білмейді сипағанды, қазақтың мәтел сөзін іле жүрсең. Бауырым деп таныттым ағалықты, өзің біл сөз түсінбей күле жүрсең. Қысқасы бірақ сөзді айтайыншы, жақсылықтан үзбеші күдерді сен. Ауылда қораға көп кірген жігіт, көп қораға кірмейді біле білсең, біле білсең. Келмеген соң өзімді өкіндіргім, қазуда білімімді жетілдірдім. Журналист боп жұмыссыз жүрсің ғой деп мен жайлы мәліметтің шетін білдің. 30-ға келген ұлсың өзің, сонда бұған дейін ел үшін не тындырдың. Мен болсам мамандыққа байланбай-ақ, ақындық мақсатыма жетіп жүрмін. Елімнің мұңын айтып, зарын айтып, басынған басшыларға зекіп жүрмін. Тілші боп телеарнада жүрмесем де, тіліммен елге қызмет етіп жүрмін. Етіп жүрмін. Қазыдан алар он үшін, қазыдан алар он үшін, қарсыласты жеңер жол үшін, таласа беріп қайтеміз тозатын шапан тон үшін. Қызыл тілкімнің бағысың, қызыл тілкімнің сорысың. Мамандығыма қарамай, адамдығымды бағала, бергенмін көпке қол ұшын. Мамандығы басқа болса да, халыққа қызмет еткен көп. Артында қалған жол үшін, кешегі елдің ұмытпа, көргенді беймен болысын. Қорғасақ болды бастысы, бабаларымның аманат қып кеткен бізге қонысын. Оқып алған дипломмен оқу орныма қарамай, ойланып сөйле сол үшін. Маман болу өзісің, адам болу борышың. Қауіптің кімнен төнерін қазбалап айтып беремін. Шығарма халқым есіңнен, ақиқатты айта алмасам, ақын боп тудым несінмен. Ата-әкелерден қорғамын, ауыздарының дуасын арақпен шайып өшірген әже анадан қорқамын. Кинодағыдай болам деп кимешектер ау шешілген. Ағаларымнан қорқамын, сауап іздеген жесірден, ерлерін билеп төстеген. Жеңгелерімнен сескенем, енелерінің алдында көлбеңдеп сөйлеп көсілген. Інілдерімнен қорқамын, дәстүр салтынан дым білмей, эстрада тыңдап есірген. Келіндерімнен қорқамын, керіліп ұйықтап жататын, күн ауғанша бесінен. Замандастардан қауіп бар, бетарын түйіп белбеуге, 5 мыңға бола шешінген.
той жеткендерден қауіп бар, шешенің көрмей тәрбиесін көше тәрбиелеп өсірген, шараналарын шетінетіп келтірмей жатып фәниге бақиға мәңгі көшірген. Қаймана менің қазағым, қиылыда заман кешірген, қайылмай жеттің бұл күнге, қалар қандай боп есілген. Ұйқыңнан оян, көзіңді аш, көз жазып қалғың келмесе кешегі ұлы көшіңнен Ақынның енді ақының жырын арнайды, көңілімде өксік бар қайғы. Ойланатындар аз қазір мәдениеттегі жағдайды, елім деген ерлердің ерліктері қандайды. Өзбек әлі бабаның, қаныш сынды дананың іздерін кімдер жалғайды. Бұлтпенен ойлап ұрпағын тәуекел ете алмайды. Мәдениетің жоғалса, әдебиетің тоналса, бәрінен де сол қайғы. Тарих пен тілің ұмытылса, басыңа бақыт қонбайды. Жаһандануға жұтылып, жастарың жатыр құтырып, құндылығымды қорлайды. Мәдениет бөліміндегі қызметкердің бірісің, біз түзетейік сондайды. Айналайын жалғашан, айналайын жалғашан, батыр елдің ұлдары бірін бірі қолдайды. Оянбасақ ертерек, болашағымыз оңбайды. Шырылдасақ та қаншама ақ жағалы ағалар естімей қалады ондайды. Жүректер бәрін сезіп тұр, қалтырап қалай тоңбайды. Көзім көргенде тіл айтты, көзім көргенде тіл айтты. Көп жайға көңіл толмайды, құлағың керең болғанмен жүрегің тыныш болмайды. Ау жігітсің, желке шашы желбіреген, көрермен оған қарап елжіреген. Мен саған секең дейтін лақ емеспін, жөн болар кенгурудай кергімеген. Малдардан үйренетін ештеңе жоқ, мал бол деп сұрамасаң енді менен. Әр адамның өзінің шындығы бар, әр сөзді қолдансаңшы орныменен. Әрненің басын шолып не қыласың, тұптыны қарнасаңшы мөлдір өлең. Бұрынғылар мынандай сөз қалдырған, қырандай шыңда жүрген белгіменен. Әр шындықты айтуың міндет емес, әр сөзің шындық болса болды деген ай. Кезек салып едің бар күшіңді, төртінші кезегіңде жаңғысылды. Әр сөзің шындық болса болды ғой деп, жалғасының тілінен балды сұнды. Бауырым сен сабаңа енді түстің, бағана көтербен қаңғысымды. Шөгіп бара жатырсың кезек сайын, мен сені жігіт тебем тау мүсінді. Жекпе-жекке шығарда шамаңды біл, сонда бағындырасың қарлышыңды. Тоқтап қалса ары қарай қинап қайтем. Айтбек сенің басты ғой сәлмісіңді. Әр сөзің қалсын алтын әріптермен әз-тәуке жазған жеті жарғысымды. Алталаштың ардақты ақыны бол, айтыс соңы арны айтайын алғысымды. Шынымды айтсам жүрегің жыласын ал, кейде жылап алғанда тура шығар. Ән мен жыр термеменен өсиет сөз, аталардың қалдырған мұрасы бар.
Қазаққа айтыс керек пе деп жүргендер мықты болса бізден кеп сұрасын ал. Алаштың зарын халін мәлімдеген айтыскердің айтшығандай кінәсі бар. Енді бірі харам деп домбыраны пікір айтты барша жұрт кілі ашынар. Нағыз қазақ домбыра деп жырлаған Қадыр ақын аузының дуасы бар. Қазақты харам дейтін кім еді олар? Ондай сөз айту үлкен күнә шығар. Қазақтың салт дәстүрін бұрмалаған тексіздердің қылмысы түбі ашылар. Жаудалыстан іздеме ортаңда жүр, оларды тоқтатуға кім асығар? Ей, қазақтың дәстүріне тіл тигізген халық жауы дегенің міне осылар. Бір кісі шаршамайтын гүл егуден бақшасына білегін түре кірген. Қатарға екі бірдей гүл егіпті сынақ алмақ болған соң бұл егіннен. Біреуіне көктейсің өнесің деп, біреуіне өспейсің семесің деп, біреуін артық қыпты, біреуін кем. Біраз уақыт өткен соң кеп қараса, нәтижесі шығыпты міне бірден. Көктейсің деген гүлі бүршік атып, екіншісі қурапты бір егілген. Мен мұны еріккеннен айтқан жоқпын, шыққан соң айтып тұрмын жүрегімнен. Жалғаста сол егілген гүл жекілді, бұған не деу керегін білемін мен. Бауырым деп басайын бауырыма, атама тартып туған ұл едім мен. Ей, бұлақ көрдім кетейін көзін ашып, жолын жауып қайтемін мінеуіммен. Ей, баланың болмайсың деп бетін қақсам, беті қайтып қалмай ма бұл өмірден? Айтыстың мынау төрінен артық көрмеген хантағын. Ақынның бірі мен едім, шайқаған шабыт шалқарын, түйіндеп енді сөзімді тізгенін жырдың тартамын. Ал қалың жұртым аман бол, қиналсам болған қалқаным, сендерсіңдер демеушім, сермелуге күш берген сабындай өткір балтаның. Қызыққа толсын әр кешің, шаттыққа толсын әр таңың. Ей, басымды идім баршаңа, басындай піскен арпаның. Ал жалғас сенде аман бол, төктің ғой жырдың жауқарын, шалқып өмір сүргейсің, жұмсақ етін жеп марқаның. Үзеңгісін үзе шіреген, өкісін көкке тіреген, сал сересіндей арқаның. Тілегім саған сол болсын, сарқылмасын көл жырың, таусылғанша талғаның. Ал бір кезде қысқа сөйлеп жол беріп ем, тоқтадың деп кердің ғой кеудені кең. Көп сөйлеу көп білудің белгісі емес, мыжың көрсем ұяттан жерге кірем. Аз сөзге көп мағына сыйғызатын Есенқұлдың мектебін меңгеріп ем. Ал сенің әр кезегің ұзын сонар, таусылмайтын дастан мен термегілең. Айтыссаң айт салам таңға дейін, айқасқа жарамайсың сен менімен. Айтыстың шарты ұзақ сөйлеп емес, көп сөз емес дөп сөзді жөн көріп ем. Әйтпесе сала құлаш өлең жазып, сен құсап сарнағанды мен де білем. Айналайын Айтбекжан, айналайын Айтбекжан, халықпенен қоштасып, айтысудан қашпағын, айтысуды мен өзім енді ғана бастадым.
Оразалы ағамдай, ақиқатты айтайық, шамамызды байқайық, шындықты айтып жайбайық. Көк туымыз тұрса да, қасиетті тұғырда, тәуелсіздік дегенді айналдыра алмай қойдық қой. Қасиетті ұғымға джипқа мініп жүретін Крутойдың баласы, соның бәрі әкемнің арқасы деп біледі. Алшаң басып жүреді, селт етпейді шынында. Көлде жүрген ақуыз шөл қадірін не білсін, шөлде жүрген дуадақ көл қадірін не білсін. Қалтасында доллары, дөкейлердің баллары, ел қадірін не білсін. Таршылықты көрмеген баршылықтың баласы, осы күнді қарасаң ебелектей жеңілсің. Баршылыққа мас болып тағымымыз босады, алда жалда ертең күн ел басына күн туса, бай баласы шетелге алдыменен қашады. Кедейдің біздей баласы отан үшін, ел үшін кеудесін оққа тосады. Тәуелсіздік жанымыз, тәуелсіздік қанымыз, сондықтан да ағайын сақ болайық бәріміз. Алашың бар, дінің бар, дүдәмәлдау ділің бар, атадан қалған жырым бар, анадан қалған тілім бар. Іштен шыққан жыландар, сырттан келген сұлым бар. Осы отырған ағайын, осыны дұрыс ұғыңдар. Осылардың бәріне қарсы қарап тұратын қызың менен ұлың бар. Ескірмесін ешқашан елім деген ұғымдар, жерім деген ұғымдар. Осыны дұрыс дегендер бәрекелді балам деп бір қошемет ұрыңдар. Авал енді қысқа сөйле, жайыңды ашып, көрейік жылдам қайымдасып. Шынымен суырып салма, ақын болсаң, Қанекей Айтбек ақын қайымға шығайын. Ей, мықты сынып дейді ме қайым қашық, отыратын мен емес уайым басып. Ей, батырға оңы да бір, солы да бір. Қадір мен білемін ғой жайыңды ашық. Бізден көрі жанына етене мал, не дейсің жалғаш деген ветеринар. Адамнан артық көрме қойларыңды, қыстың күні соғым боп кетеді олар. Ау дейсің бе ветеринар, ветеринар жігітте жетеді амал. Сол малдарым сойылып кеткенімен адамға адал болып өтеді олар. Ау өткенде салған видеоң рекке шығып, неліктен Айтбек маған кетті өшігіп. Екеумізді сахнаға шығармаса, төбелесе жаздадық шетке шығып. Ей, жақсылықтан қалмайық көп кешігіп, бауырымның болсын маған өкпешім ұт. Ей, қос қазақ бір-бірімен жауласты деп, ақындарға өкпелеп кетпесін ұлт. Ей, көрермен қошеметін қатты етеді, ең белгілі еңбек наны тәтті екені. Ей, қол соқпай бос бекер қарап отқандарды бұл ауылға жұмысқа ап кетеді. Ал бұл жалғас қолы босты ап кетеді. Қазақтың ауылда ғой бақ мекені. Қолы босты тартпасаң қол қусырып, ризығынан кешігіп қап кетеді. Ау сырыңды сиятындай бір сейфке, өткенде жайып салдың Нұрсейітке. Сондағы сұхбатыңнан не шыққанын айт отыр, онда о бізде оны білсейік те.
ой шындықты өтіріктің балын жемей ушейікте шындықты айтпай бұғып бүрсейік пе сұхбаттан соң сумаңдап сен шықтың ғой ал енді шын айтысқа кірісейік те кірісейік былтырғы жыл болып ет құрғақшылық биылғы жыл болды ғой қымбатшылық жасаған өзі қолдап қорғамаса қазаққа жасайды енді кім жақсылық Ауатыңнан айналайын сырлас жігіт жараның бетін аштың тырнап сырып әр нәрсенің қайыры бар деген ғой бұйырса болып қалар бір жақсылық ау көздерін басшылардың шел басқандай оңалмаспыз жемқорлар жер жастанбай қазақтың түзелетін түрі жоқ қой Айтбекжан мемлекетті сен басқармай Мағжан сенем деп кеттім мен жастарға ер болып жүрсем болды ел мақтардай басшылық емес менің бар тілегім балалар өлмес екен шерзаттардай тұлғалар аз боп тұр ғой лайық бүгін әулетімен басшылар байыпты мың айлығын шайлығына жеткіз алмай халық әрең төлеп жүр айып пұлын айып пұлын ау бүгін соны айтатын лайықты күн білесің оны айтпасақ айып бүгін айыппұлдан жиналған ақшаларға басшылар жасап жатыр кайф бүгін ау қосылды КНБ мен антикорың біз білмейтін жоспары бар типоның бұл хабар жемқорларға уайым болды ақша деген ең тәтті кәмпитоның қосылды деп отырсың антикорың жалғас қатты істеп тұр компьютерің антикорды қайтесің қойшы бала ауылыңда күтіп тұр комбикорым комбикорым жалғаулық адамзатқа таза дұшпан бірлікпен керек бізге ғажап ұстам білімді еңбек сүйгіш жастарыммен әлемді мойындатсын Қазақстан Қазақстан ау әлемді мойындатсын Қазақстан қазаққа қастық қылған таза мыстан Қазақстан байтағын қорғаймын деп кезінде қанша қазақ ұшқан ау астарлы ақиқатпен қалаулым бар ток-шоудың барлығына бар алдыңдар шоу мен шудың бәрінде сен жүресің неге атақ құмар боп жаралдыңдар мен дертін айтқан кезде қоғамның бар сендер неге үнсіз қап жоғалдыңдар осы шуды қорада сен бастадың неге шатақ құмар боп жаралдыңдар жаралдыңдар
иланба құр, тектілігім тәрбие иманда тұр. Қайда барсам қазақтың жанындамын, сен сияқты емеспін диван батыр. Диван батыр, Ау, бұл жерде мен бе, сен бе диван батыр? Біздің үйде диван жоқ, қиналма құр. OLX-тан алған ескі диван бар еді, оның өзі далада қирап жатыр. Ау, халыққа керек сөзді дөп табайық, несіне араздасып от жағайық. Осыменен халықпен қоштасайын, қош-сау бол осындағы көп қалайық. Қоштасарда еліме айтатыным, кетпесін жүрегіміз тек қарайып. Интернетте отырып пікір жазсақ, бір қазақты боқтамайық. Ұятсыз контенттерді жарияламай, керісінше тыйым сап ноқталайық. Себебі жас ұрпақтар көріп отыр, соларға қиянат қылған боп қамайық. Екеуміз ел мен жұртқа үлгі болып, тоқпақтамай осымен тоқталайық. Бірлікті насихаттап төс қағысып, мақтансақ ынтымақпен мақтанайық. Айтысқа ел көп келсін деген оймен, болдық қой неше түрлі таққан айып. Әйтпесе саған деген көңілім ақ, жігітсің батыр деген атқа лайық. Айтысқа жаңа формат келіп жатыр, әрмен қарай дамытып тоқтамайық. Бірлік пен ынтымақтың ұйытқысы, халықтың сүйіктісі боп қалайық. Сонымен үйге қайтқың кеп отырма? Болмаған тискеніне көп өкінді. Сүре айтыс одан соң қайым дедің, жеңіліп қап уайым жеп отырма. Ағайын түсінбедім, бұл жалғасты айтбекті сынау үшін кеп отырма. Жыр терме арнау айтыс бәрі бітіп, күйшертіп жарысайық деп отырма. Деп отырма. Кей кезде таза мінсіз адамдаймыз, біріміз жамандаймыз. Жақсы менен жаманды айыра алсақ, қалың елім қазағым жоғарылаймыз. Бір жақсысы бес асыл істі біліп, бір жаманы бес дұшпанды доғармаймыз. Бір жақсысы қасқыр мінез қайсар елміз, жаманы қой аузынан шөп алмаймыз. Жақсысы өссекен деп тілекші боп, жаманы өскен кезде көр алмаймыз. Бір жақсысы Абайдай бабамыз бар, жаманы іс қылмаймыз олардай біз. Жақсысы болмасақ та ұқсап бағып, жаманы ұқсасақ та бола алмаймыз. Бола алмаймыз. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, айтыс бастап жасап жатыр анық той. Алғаш рет көрген жандар бар болса, жалғас деген ақын осы танып қой. Тілің тиіп кетпеу үшін талайға, аңдап сөйле сөз сөйлерде абайла. Бауыр болып, аға болып қалайын, бұдан кейін бұзық болма, жарайма. Ақ батасын асығатын алғанша, ауыл елде дарындылар барғанша,
жасай берер біздің айдыс өлмейді, жер бетінде соңғы қазақ қалғанша. Әрбір қазақ бауырымен, досымен, жақсылардың жүруші едім көшімен. Қимай тұрмын көрерменді ағайын, аттың басын сәл тартайық осымен. Жүзге жеттеп садыр жалғас ақынға, көрсетер деп келгендігін ақылға. Сыйлық қылып мен штатив берейін, кірген кезде керек болады батылға. Көп ұзамай домбырамен тұрарсың, тиктоктағы ақындардың сапында. Көп ұзамай домбырамен тұрарсың, тиктоктағы ақындардың сапында. Мақұл ма? Ау, бұл Айтбек сыйлық берген туыс еді. Сөз алтын болмаса да күміс еді. Штатив сыйлағаның қызық болдау. Ағайын міне тұлға міне сері. Бірақ мен штативпен тиктокты отсам, сондағы мал қарауға кіріседі. Одан да үйде жатып мал санайдын, бір дрон сыйлағаның дұрыс еді. Ау, Айтбекжан есептесең шот қағыпсың. Қабағын бұл жалғастың көп бағыпсың. Атым тайлық күткем жоқ сенен мұндай. Байқаймын табысыңды көп тауыпсың. Кездескен адамдарға сыйлық беріп, жомарт боп көрінуге оқталыпсың. Дегенмен пейіліңе рахмет, сыйлықпен алып ұшып кеп қалыпсың. Халықтың подаркасын жинап, подарка беретіндей боп қалыпсың. О, айналайын Айтбекжан, айналайын Айтбекжан. Сыйлық сыйлап отырсың, оған қарсы не дейін? Мен де саған сыйлық қып, нұрымды бүгін себейін. Осын ағашқа кел досым, соңымнан менің ер досым. Ауылыма апарып, қуанышқа бөлейін. Талай бәйге өткен жер, жүйріктер қолтық сөккен жер. Көк бастауды көрсетіп, бір тұлпарға мінгізіп, қолтығыңнан демейін. Сүйінбай өлең төккен жер, жамбылдар жүріп өткен жер. Суық төбеге апарам, бүлкілдесін көмейін. Есен құлдың ауылын көріп қайтқын бауырым, уақытымды бөлейін. Даланың шөбін кемірген, жайлауда жүріп семірген. Бір ойымды Айтбекжан саған сойып берейін. Ақындардың елінен, ақындардың елінен, батырлардың жерінен, батырлардың жерінен үстем боп қайтсын мерейің ай. Ау, айтыстың демеушісі Айнұр болсын, аққуға қонатұғын айдын болсын. Мына біздей жастарды қолдап отыр, кім жеңсе беремін деп сай жүлдесін. Сат деген компаниясын апамыздың Форбстан да көретін Айгүн болсын. Сол жақта кәсіп жасап, нәсіп теріп, қазақтың ұл қыздары жай жүрмесін. Қазақтың ұлттық рухын көтереді, мейлі айтыс, мейлі көкпар бәйгің болсын. Айтбекжан сен даман бол, айналайын. Бастай бер тиктокпенен тойдың көшін. Даланың құшағы кен қазақ едім, мен саған құшағымды жайдым досым. Мен саған құшағымды жайдым досым, келші бір құшақтайын, маймыл досым. Керіліп қайтем мұнда керім құсап, сен жабысып қоймадың желім құсап. Дәл қазір тиктоктағы эфирден ел айтыс көрді.
Сондықтан барды салдым көңілді сап. Тиктокқа кірмеймін деп кіріп қойдың, тиме деп тиетұғын ерің ұсап. Тамаш. Екеуі тең деп ойлайтындар, сырым деп ағылай. Қалай айтыс көңілдеріңізден шықты ма ағайындар? Әлеуметтік желіде қанша адам қарап отыр деді, айтып жібересіздер ма? Бас аяғы басында 3000 болған, ендігі 5000-ға жетіп қалған шығар. Мінекей, керемет. Екі ақынға да құрмет, қошемет көрсетіп қояш, қадірлі ағайындар. Қашанда сөз бастау оңай емес, онлайн айтыстың бірінші жұбы, алғашқы жоба болса да, қалай болады екен деп уайымдап, екеуі елдің алдына жүрексінбей шықты. Сіздердің үміттеріңізді ақтады ғой деймін деп ойлаймын мен өз басым. Керемет айтыс болған сияқты. Өте керемет болды. Рухани демалып қалдық. Бұйыртса бұл айтыс осымен біткен жоқ. Жалпы бүгін енді Айнұр апаймен барлық осы демеушілермен ақылдасып, осы айтысты жалғастырсақ деген ниет туындап жатыр. Қазір мына әлеуметтік желіде Айнұр апайдың өзі жазып жатыр. Әр апта сайын мен демеуші болуға дайынмын, сат компаниясы қолдайды деп жатыр. Өйткені енді барлығы ойлаған шығар, бұл тиктокта болатын айтыс болғаннан кейін бір жеңіл-желпі айтыс болады деп, бірақ жаңа Айтбектің де шумақтарын көрдіңіздер, жалғастың да шумақтарын көрдіңіздер, руханиятқа қатысты, мәдениетке қатысты, ұлттық рухқа қатысты керемет ойлы шумақтар айтылды. Сондықтан айтыс өзінің үдесінен шықты ғой деп ойлаймын өз басым. Бүгін енді қазір сөз кезегін талант ағамызға берейік. Қай ақынның жеңген әділетті түрде бұл кісі айтады. Егер айтыс... Так, рахмет. Егер айтыс ары қарай жалғасатын болса, бұл жерде екінші айналым деген нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан жеңген ақын екінші айналымға өтуі мүмкін деген нәрсе бар. Енді есінші шығып кететін черный ход мына жақтаға жариялап, рет шығып кетсеңіз болады. Ассалаумағалейкум. Қадірлі ағайын, қымбатты достар. Мынау қазақтың дала театры ғой айтыс деген. Осындай форматқа әкеліп жатқан бауырларыма өте қуаныштымын мен. Себебі кез келген жаңашыл дүниеге қарай бейімделетін қазақтың осы айтыс өнері кез келген нәрсеге бейімдеп алады. Бұл далада отырып, жайлауда отырып жатқан айтыс сахнаға шықты. Одан кейін мына елдің арасында жақындату мақсатында, жастардың басын біріктіру мақсатында қолға алып жатқан мына қос бауырыма және демеуші болып жатқан Айнұр Замандас әпкемізге, барша осында қолдап келген ағайынға алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Енді жаңа басында Жандарбек пен Сырым айтты. Өзіме де айтқан осы айтыстың обал сауабы сізден болады деп. Шынымен де қорқатын дүние негізі. Баяғыда бір айтыста ұстазымыз Меліс екеуміз айтысып қалып, сонда бір айтқан сөзі бар еді. Тағдырым тар соқпаққа салып қойды, шаба бер менің қара домалағым деп. Сондай сәтке келіп тұрмыз. Осы жалғасты да Айтбекті де өзім кәдімгідей қолдап, айтысқа кетіп баратқан кезде хабарласып, жолың болсын, жүлделі орал деп, қайтып келгеннен кейін мынау Шалқар радиосындағы эфирге шығарып, айтыстағы эмоциясын, айтыстағы жаңағы айтқан дүниелерінің барлығын айтқызуға тырысып жүретін едім. Екі бауырым да, екеуі де оның үстіне бір ауылдан екен, екеуі де бір облыстан. Енді бауырлар ғой, ағайындар. Енді жаңа айтыстың барысы көз алдарыңызда өтті. Бүгін жаңа түресінде көрді, қайымға да ойысты жігіттер. Мыңда бір рахмет, жауаптасуы да әдемі болды бір-біріне. Екеуінің де жауаптасып, бұл өздері сахнада бөліп алды. Ауылдың баласы болып, қаланың баласы болып. Ауылдың баласының енді позициясы бәріміз ауылдан шыққаннан кейін оңайлау ғой кішкене. Құртын майын айтасың, айтып жеңіп кетесің. Қазіргі мына фанта коладан гөрі қымызбен шұбатым жақсы ғой десең де жеңуге болады. Енді мына қаланың позициясын ұстап отқан Айтбекте кішкене бұрын құрап барып, әрі барып, бері барып, бірақ әйтеуір айналып келгенде екеуі де ортақ тіл табыса білді деп ойлаймын. Қаланың баласымен айтысайын, даланың жусан иісін бұрқыратып деген әңгімесі қандай? Қазір ән шығарып жіберсең ән болып кетейін тұрған ақ сөз негізі.
сондай әдемі әңгімелерді. Айтбекті енді тик-токтың жұлдызысың, тик-токта сыйлық аласың деп Айтбекті әбден қаралаған кезде Айтбектің айтқан бір сөзі менің көңіліме өте жақты. Сыйлықты сыйы бар ақын алады деді. Сыйы бар ақын алады сыйлықты. Ол бұйырып тұрған нәрсе адамнан кетпейді. Ол бұйырған жүлде, бұйырған сыйлық ол кетпейді. Бірақ сондай сыйы бар азаматтар алып жатса неге қуанбаймыз? Біз мына тик-токты жабамыз, тик-токты басқа елдер жауыпты деп айтқаннан гөрі, соның ішіне кіріп салмақты дүниелер айтып жүрсе, Айтбек ұқсап, әрине қолдау керек ондай кезде ардақтар ағайын. Мына жерде біраз әңгімелерін жаңағы енді кейбір уәждер, мысалы келіннің санын санап жүрген сенен көрдім дейді. Қазақта келіннің санын санамайды деген сөз жоқ, баланың санын айтпайды қазақ, Енді қанша келіннің бетін ашқанын айту ол енді бір жағынан абырой ғой, ел сыйлап халық құрметтеп жатса. 820 келіннің бетін ашқан Айтбек деп тұрсаң, бәрің шақырғың келіп тұрады ғой тойыңа. Сондықтан енді сондай дүниелер аз-маз кетіп жатты. Енді хан тарихта қалады халқыменен, халық қалады дәстүрі салтыменен деген әдемі сөзді осы бүгін Айтбектің аузынан естідік. Ол рас дүние. Енді жалғасымен Айтбектің айтысын енді барлығын айтып тоқталмай-ақ қойын. Өздеріңізді іштеріңіз сезіп біліп отқан шығарсыздар. Мына жерде қасымда Балғынбек Имашевтай қазақтың кәдімгі дүлдүл ақыны отыр қасымызда. Бірақ бүгінгі айтыста бәке келесіз бе, қасымызға келіп тұрсаңыз, мына жердің бір сәні боласыз ғой сізде, келіңіз. Енді ардақты ағайын, осы жігіттердің айтысты айтыскерлер талдасын, айтысты айтыскерлер қазы болсын деген ниеті де жөн. Өйткені біз өзіміз айтыстың ішінен қайнап, айтыс арқылы елге танылғаннан кейін, қазір мына екі азаматтың да айтыста қай бағытта айтты, бұрынғы кімнің ойын қайталады, идеяны қайталады, бәрін біліп отырамыз бұл жерде. Балғынбек те байқап қалып күліп отыр. Мысалы, айтыстың тарихында маймыл деген сөз, мен өзім негізі қарсымын сондай сөздердің кіріп кеткеніне. Маймыл деген сөзді ең бірінші Балғынбек айтқан айтыста. Елбасының қасында маймылдар жүр деп кезінде. Одан кейінгі әңгімені жалғас айтып отыр. Мысалы деймін да, жаңа соны айтып күліп отырмыз. Негізі сондай бір, сіз ан жақтағын айт. Тик-ток, үкімет бәрін біріктіріп атсыңдар, рахмет. Сондай дүниелер. Сосын жаңағы кімнің Айтбекке қарата ана қаланыкі дегеннен кейін әңгімені айтып отыр. Жаңағы сен осы үкіметті басқармасаң деген. Ол әңгіме айтыста бұрынғы жаңағы тіпті біздің түзелер түріміз жоқ, үкіметтің басында өзің келмей деп Бекарыстың айтқаны бар болатын кезінде. Сондықтан сіздер қазір жаңағы ақындардың қайсы жеңдіні айтқан кезде дауласпастан бұрын соны біліп алсын деп айтып жатырмын мен. Біздер әрбір ойын, бұның идеяны қайдан алды. Мысалы, Қадырдың кәдімгі өлеңі, бір жақсысы, бір жаманы көше берген, дамылсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең деген. Сол өлеңді өзінің айтысына қосып айтып отыр. Ол Қадырдың идеясы екенін біліп отырамыз біздер. Сондықтан тоқ етерін айтайын Балғынбектің бір ауыз сөзінен кейін. Ассалаумағалейкум, құрметті айтыс сүйер, өнер сүйер қауым, мұнда жиналған көрермен, тыңдарман, барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келген, эфирде отырып осыны тамашалап көрген, барлықтарыңызға алғыс. Осыны ұйымдастырған Сырым мен Жандарбекке көптен көп рахмет. Мына айтысты жаңа форматқа алып келіп жатыр. Мен өз соңғы уақытта айтыстарға айызым қанбай жүреді. Бүгін шынымен жайланып, күліп, рахаттанып, сондай демалып, сергіп қалдым. Айтысқа тұшындым былайша айтқан кезде. Енді бұдан да жоғары айтыс болса болады, бірақ енді әзілі де, салмағы да, қайымы да, түресі де бәрі болды. Сондықтан енді мен баға бермеймін. Баға беретін Сырым деген, талант деген мен өзім бауырым, айтыстың маманы, біз кезінде қатар шапқанбыз, айтыстарды талай шаңдатқанбыз. Сол талантты енді сарап шығып, қазығып сайлағаннан кейін тоқетерін айтады, бірақ маған бір ауыз сөз дегесін, келгесін құр қол кетпейін деп бір ауыз сөз айтайын деп жатырмын. Осы форматты арман қарай дамытсақ, әлеуметтік желілерде заманауи түрде айтыс кеңінен насихатталу керек. Кеше ғана домбыра күні болды, ұлттық домбыра күні болды. Мінекей бүгін айтысымыз қайтадан салтанат құрып жатыр. Қазір мына бүкіл әлемде жасанды интеллектінің құлы болып бара жатқан кезде ақын деген жасампаз интеллектілер жасасын. Рахмет. Елден сыйлық аласың, сыйлық жинайсың деп өзі де сыйлығын тастамайды екен, қалтасына сабапты оны. Ал, сонымен ардақты ағайын, енді бұл жерде айтысқа төре шығылып, сарап шығып шақырғаннан кейін бір адам жеңді, бір адам жеңілді болу керек. Кейінгі айтыстардың да қызық болу үшін сол нәрсе керек негізінен. Менің өзімнің тыңдап отырып қорытқан ойым, пікірім, бұл менің ғана жеке пікірім. Тең болсын деген жоқ, ондай жоқ. Тең болсын деген жоқ, ондай.
Ол тең болатын болса, ертеңгі күн айтыстың ары қарай осы мына жаңа форматтың мән мағынасы қалмай қалады. Сондықтан тоқетер сөзім менің бүгінгі айтыстың жеңімпазы Айтбек Тұрсынбай. Ал Айтбектің жеңісімен құттықтап қол соғып қояйық. Айтбекпен Ал же. Айтбекпен бәрекелді. Айтбекпен тең дәрежеде өнер көрсеткен Жалғасқа да бір құрмет, қошемет көрсетіп қояйық. Енді қазір кімнің жеңгенін шешіп алдық. Енді жүлде мәселесін шешу үшін. Оны жүлде деген мәселе керек қой. Сондықтан орта. Осы заңдылықты сақтайық. Ішінде әркімнің өзінің жеңімпазы бар. Бірақ та қазының шешімін сыйлауымыз керекпіз біз. Талантта өнерді білетін, сөздің қадірін білетін ақын болғаннан кейін оның пікірі маңызды. Біз осылай айтыстың заңдылығын негізі бекітіп сақтап алайық. Өйткені мына жерде ұйымдастырушылар бар, мына жақтың басшылығы бар. Мына ақындары шақырса, ішінде қалай мақам болып кетеді деп келесі басқыр сені бермей қойып жүрмесін мынаны. Сондықтан осы заңдылыққа біз үйренейік. Әр жексенбі бола ма, аптасына бір рет әйтеуір осында елге белгілі кәсіби айтыскер ақын келіп сөзін тоқ етерін айтатын болады. Сөзге тоқтаған халықпыз, ары қарай сырмайды. Бірақ демократия деген нәрсе бар. Егер пікірлеріңіз болса, әлеуметтік желіде пост қылып басқа қылып салсаңыздар болады. Қазір тыныштық сақтайық. Жақсы ма? Бүгінше тыныштық сақтайық. Әлеуметтік желі. Енді жүлдені табыстау үшін бүгініздің негізгі спонсорымыз Сат компаниясы, ақындардың жүлдесін беріп жатқан Сат компаниясы. Айнұр Тұрсынбаева әпкеміз бүгінгі айтысқа келе алмады. Ортаға сол Сат компаниясының осы өкілі Дархан ағамыз, осы Айнұр Тұрсынбаева әпкеміздің бауыры Дархан ағамыз ортаға шақырайық. Бұл кісінің бір ауыз сөзі. Онлайн айтысының тұрақты демеушісі. Құрылтайшысы. Сат компаниясының өкілі деп шатастырып жіберді. Тең құрылтайшы дейтін еді ғой, сондай. Тең құрылтайшының бірі. Тең төраға, Тең болмай ма? Жарайды. Бір сөзімді қолдамадыңыздар ау. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгін айтыс керемет өтті, бәріміз куә болып отырық. Менің ойымша бұндай айтыстар жалғасын тауып ауқымды түрде өте беру керек. Біз Сат компаниясы өз тарапымыздан айтысты да, айтыскерлі де қолдауға әрқайым дайынбыз. Жастарымыз қолдайық, ұлттық өнеріміз дами берсін өстіп. Бәрекелді. Ендеше бірінші кімге? Жалғасқа ма? Бұл жерде енді бір нәрсемен қосып айтып кетейін деп тұрмын. Мына жерде қараңыздар. Бас бәйге 300 мың, яғни жеңген ақынға. Жеңілген ақынға 200 мың деп жазылып тұр. Бірақ айтысына халықтың ықыласын ескеріп, екі ақынның да жақсы айтысқанын ескеріп, жүлдені тең бөлеміз деп шешіп жатыр. Жүлдені тең бөлеміз. Келесі айналымға Айтбек өтті, бірақ жүлде тең бөлініп жатыр. Мына сертификатты өз қолдарыңызбен табыстап жүрсеңіз, мына жеңген ақынға 300 мыңды. Мінекей. Ал сертификат 300 мың, алып тұрған 250 мың ғой сонда баспашы. Бәрекелді. Ертең бәле өтеді. Бәрекелді. Ал жалғас. 250 мың нормальный негіз. Бір күн. Бір жарым сағатта 250 мың, еще ат бар жағы бәрін қыласың, қой соям деді. Анау негізі сыйлықтарды дұрыс бәрін реттеп ол керек ол. Тек қана тикток емес, офлайнда бәрін реттеп ол керек. Енді бұйыртса бүгінгі айтыс керемет өтті деген ойдамыз. Сіздердің көңілдерінен шыққан шығар. Ұнады ма? Бізді көріп жатқан офлайн көрермендер бар, онлайн көрермендер бар. Алла қаласа сіздер қолдап жатсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің көзқарастарыңызды жазыңыздар. Бұл контентті, яғни осы айтысты бүгін тікелей эфирде көрсеттік. Алдағы уақытта бәлкім YouTube-қа шығарармыз, алдағы ары қарай насихатталуына жәрдемдесетін боламыз. Оның бір үзінділері, басқалары алдарыңыздан шығуы мүмкін. Айтыс страйк деген жоба, сіздер де жүрген жерде қолдай жүріңіздер. Бұйыртса келесі айтыстың қашан болатындығын әлеуметтік желіде жариялайтын боламыз, және кімдердің айтысатындығын жариялайтын боламыз. Сіздерден ұсыныс болса, сіздер де айтыңыздар. Қай ақынды көргілеріңіз келеді, соны комментарийға жазсаңыздар, елеп ескеріп, біз сол ақынға шығарамыз бұйырса. Мен ақынмын дейтін адам болса да бір тексеріп көреміз оны, бір келсеңіздер. Ешқандай ешкімге шектеу жоқ. Өнер деген нәрсе ол шынайы нәрсе. Бір кішігірім сыннан өтіп жатсаңыздар, сіздерді үлкен сахнаға шығаруға қарсы емеспіз. Болды сырмен, көп сөйлемей аяқтайық. Бәрекелді.
Сондықтан баршаларыңызға рахмет. Қалай аяқтарың бітпей жатыр, қалай кетесіздер? Рахмет. Қошеметтеп қояйық иә. Келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Осы жерде бір музыкамен шығарып тастасаңыздар қонақтарды. Әдемі кетеді. Та-та-та-та-та-та. Тігірге таң. Ютубқа бұйырса.